Сәлем достар, бүгін веб скрепингтің ең соңғы сабағын өтеміз. Бүгін өзіміздің MacDev.kz сайтындағы докторантура, магистратура, бакалавр дайындық орталығы деген сияқты жазулар бар. Осы жазуларды өзіміздің Python бағдарламамызға алатын боламыз. Оларды қалай сайттардан мәліметтерді аламыз, соны көрейік. Ол үшін мына жерде нәтижесін шығарып қойдым сіздерге. Докторантура 2021 жылы жалғасуда. Gazi университеті, информатика институты, компьютерлік ғылымдар, Анкара қаласы, Түркия. Мына жердегі жазулар. Докторантура 21 жалғасуда. Gazi университеті, информатика институты, компьютерлік ғылымдар, Анкара қаласы. Дәл осы бірдей жазылған мәліметтерді өзіміздің Python бағдарламамыз арқылы өзіміздің сайттан мәліметтерді аламыз өзімізге. Енді бұл нәрсені жасау үшін көптеген тәжірибе керек болады сізге. Веб скрепингтің әрбір сайт өйткені күнделікті жаңарып отыруы мүмкін сайттар. Жаңарғанына байланысты біздің жасаған бағдарламамыз келесісінде жасалмай қалады. Өйткені жаңартып отыруымыз керек кодтарды, сайттарды дәл сондай өзгерістер болған жағдайда өзгертіп отыруымыз керек. Енді менде қазір мына бөлім MacDev.kz-тің ішінде білім туралы мәліметтер. Бұл бет өзгермейді менде. Осы беттің мәліметтерін өзіміздің Python бағдарламамызға осылай қалай аламыз, сол туралы қысқаша түсініктеме беріп кетемін. Жабамын. Ең бірінші бізге request модулін беруіміз керек, яғни сайтқа запрос жасау үшін модульді қосамыз, және сайттан алған мәліметтерді HTML тілінде аударып, сол туралы іздеу жұмыстарын жасау үшін Beautiful Soup модулін қосамыз екен. URL айнымалысын тағайындап, оған өзіміздің білім туралы PHP сайтымыздың сілтемесін береміз, және headers'ға мына сайттың мышканың оң жағын басып, просмотреть кодты басып, мына жерде network деген бөлім бар. Осыған PHP-ді қайттан Enter-ді басып жіберсек, мына жерге келеді. Біздің барлық запростарымыз осы жерге келеді. Осының ішінде білім туралы PHP-ді басқан кезде headers'ымыз келеді біздің. Осы headers бізде қай құрылғы арқылы запрос жібергені туралы мәлімет беруіміз керек. Осы жерде Mozilla 5 Windows NT біздің осы браузер арқылы запрос жібергенімізді білдіру үшін headers береміз. Headers'тің неше түрлісі бар? User agent, барлық headers'тың түрлері бар. Бірнеше түрі болуы мүмкін. Оның ішінде біз user агентті қолданамыз. Және ол жерге жаңа көшіріп алған браузеріміздің атын береміз. Яғни біз запросты осы браузермен жіберіп атқан сияқты боламыз осы Python бағдарламамыздың ішінде. Енді одан кейін біз запрос жібергеннен кейін request модулін қолданып get модулін пайдаланамыз. Оған сілтемемізді береміз, URL-імізді, және не арқылы запрос жібергеніміздің мәліметін береміз. Яғни браузер арқылы запрос жібереміз де, оның контентін аламыз өзімізге. Ол алған мәліметті біз HTML айнымалысына сақтаймыз. Одан кейін уже HTML-ді парс жасаймыз, яғни дұрыс жазылуын қолға аламыз. Soap айнымалысын қолданып, Beautiful Soup модулінің ішіне HTML айнымалысын жібереміз, және HTML парсер жасаймыз. Яғни мына кодымызды просмотреть код десек, дәл мына жерде body жазылулары барлығы бір ретке қалыпқа келтірілді. Дәл осы қалыпта алады деген сөз. Жаңа soap айнымалысымыз осылай өзімізге сақтап аламыз. Енді бізге тізім керек болады. Мына докторантура жалғасуда деген барлығын қарайтын болсақ, мысалы осы докторантураның мышканың оң жағын басып, просмотреть код десек, біздің барлығымыз, барлық жазуымыздың барлығы мына жерге көрініп тұр. Div блогының ішінде класс call lg6 деген класстың ішінде барлығы сақталып тұр осы мәліметтеріміз. Мына жерден көрсек болады. Докторантура, магистратура, бакалавр дайындық орталығы деген сияқты. Осы тексттерді алатын болғандықтан lg6 деген классын аламыз. Оған soap'тың select one деген методын қолданамыз, және бірінші row div-ін береміз. Класс div болғандықтан
row'ды береміз. Мына жоғарыдағы row'ды, одан кейін call 6, lg6-ны береміз. Мына жерде классты, және оның ішінде data hours delay 100 дегенді осыған мынаған қосымша ретінде береміз, және осы тек сол жақтағы мәліметтерді ғана аламыз. Шет тілдерін алмаймыз бұл жерде. Өйткені бұлардың да несі бір. Мынанікі delay 200, сол жағындағысы, біздікі тек 100. Осы сол жақ рядтағы нелерді алу үшін соны береміз осыған тізімнің ішіне. И ары қарай бізге тізім келгеннен кейін циклмен ішіндегі мәліметтердің барлығын жазып шығамыз. Докторантураны бөлек, магистратураны бөлек, бакалаврды бөлек, дайындық тіл орталығын бөлек. Енді әрбір элемент тізімнің ішінде resume item деген кластың ішінде. Мына жерде осы кластың ішінде resume item деген классымыз бар біздің. Ол осы кластың ішінде барлығы жатыр, ішінде жалғасуда, анау. Осыны тауып аламыз да и previous дейміз, яғни докторантура find previous методын қолданамыз. Элементтің оның ішінде h3 тегі, оның класы resume title. Оның текстін аламыз және оны артық бос орындарында өшіріп тастаймыз стрикпен. Және екінші уақытын аламыз. Мына жерде жалғасуда дегенді, ол бізде докторантураның ішінде, div классының ішінде, item, resume itemның ішінде h4 деген тегтің ішінде. Оны бітеміз уақыты деп айнымалы тағайындаймыз да, элемент нүкте h4, оның ішінен get text ала саламыз сразу. Егер элемент h4 болмайтын болса, пустой экранға жаздырта саламыз. Одан кейін m tag, мына жерде бізде P-ның ішінде M деген тегіміз бар. Гази университеті жазылған. Сондықтан бұны жеке тауып аламыз өзін. PM-ның өзін жеке белгілеп аламыз. M tag арқылы, және осы M tag-тың ішіндегі текстті аламыз біз. Өйткені бұл Гази университеті. Strip 0 true дейміз да, оның басқа жазылған қасында бос орында болуы мүмкін. Сондайларды өшіріп тастаймыз stripпен. Және M tag болмаған жағдайда ішін бос қалдыр деп айтамыз. Одан кейін экранға білімін жаздыртамыз, уақытын жаздыртамыз және университетін жаздыртамыз да бізге келеді. Мынау информатика институты компьютерлік ғылымдар Анкара қаласы бізде тізім болып келген бұл жерде. Ол ул ненің ішіндегі әрбір лидің ішінде жазылып тұр мыналар. Енді осыларды алуымыз керек болады. Бізге ли деген циклдың ішіндегі бір элементті алайық. Осы элементтің ішінде select дейміз да, таңдаймыз да, ul мен li'ді таңдаймыз. Бізде ul тег мен li тегтерін таңдап аламыз. Оның ішіндегі әрбір элемент, бірінші элементтің текстін аламыз және бос орындар болатын болса, оны өшіріп тастаймыз. Strip true қоямыз. Және бұл барлық циклді, яғни информатика институты компьютерлік ғылымдар Анкара қаласын жаздыртып шығады экранға и циклдан шығып кетеді. Циклдан шыққаннан кейін бос орынға қалдыртамыз да, ары қарай бұл цикл ретінде жүріп отырады. Тізім бойынша әрбір элементті магистратураға бір кіреді, докторантураға бір кіреді, бакалаврға бір кіреді и дайындық орталығына бір кіреді, бітіреді. Барлығында қарап тұрсаңыздар, тегтері жазылған атаулардың барлығы бір элементпен орналасқан. Мысалға, бұның бәрі div контейнердің ішінде. Енді div'ті мынаның бәрін жауап шығара салайық. Анкара қаласы, li, ul, pm, div. Мына жерде докторантура, жоғарыда докторантура, астында магистратура. Барлығын қарасаңыздар, resume title. Осы бір кластың атауын қолдану арқылы мына жердегі бүкіл мәліметтерімізді біз өзіміздің сайтымызға, Python бағдарламамызға алдық. Осымен веб скрепинг сабағын аяқтаймыз. Бірнеше мысалдарды сіздерге көрсеттім, алдыңғы сабақтарда да көрсеттім. Келесі ары бот жазу сабағына өтетін боламыз келесі сабағымызда. Каналға жазылмаған болсаңыз, жазылып қойыңыз. Комментарий түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий қалдырыңыз. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.
келесі сабақта кездескенше.